Мадридтегі керемет дерби. Винисиус қорқытуларға қарамастан өз биін биледі. Чемпиондар лигасының ойындарына өзгерістер енуі мүмкін. Ювентустың кезекті масқара ойыны және Неймар мен Мессидің керемет дуэті. Осы және өзге де жаңалықтар жайлы бүгін айтатын боламыз. Достар, YouTube видеоны басқа да адамдарға ұсыну үшін лайк өте маңызды. Сондықтан егер видео ұнаса, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Бәріңізге алдын ала рахмет. Ал біз бастаймыз. Лондондық Арсенал Брентфордты қонақта 3-0 есебімен жеңе алды. Арсеналдың бас бапкері чемпионат аяқталғанда Арсеналдың орны жанкүйерлерді таң қалдыратынына уәде берді. Ансу Фатидің отбасы алдын ала Португалия-Испания ойынына билет сатып алған. Ал Фатидің өзі ұлттық құрама шақыртуына ілінбеді. Ансу Фати қатты өкпелі. Марко Ройстың жарақаты жайлы ақпарат белгілі болды. Немістің жарақаты ауыр емес. Ол 1 ай ем қабылдайтын болады. Осылай Ройстың әлем чемпионатына бару мүмкіндігі көбейді. УЕФА жыл сайын табысын одан әрі көбейтуді көздейді. Жақындағы Суперлиганың шыққанын ескерсек, осылай істеулері міндетті. Кейбір басылымдарға сүйенсек, УЕФА алдағы бір финалды Америка құрама штаттарында өткізуді жоспарлап отыр. Бұл футболға жаңа жанкүйерлерді алып келіп, табысты көбейтуге жол ашады. Бұдан бөлек УЕФА-да Чемпиондар лигасының топтық кезеңін әр елде өткізу ұсынылды. Бұл ұсынысты жасаған ПСЖ президенті Насер Әл-Хилейфи. УЕФА-ның ойы анық. Бірақ дәл осы ұсыныс қабылданса, кейбір командалар өз үйіндегі ойындарынан айырылып қалуы мүмкін. Ал бұл жанкүйерлерге ұнамайтыны анық. Ювентус А сериясынан ұшып кетуі мүмкін деген Монсадан 1-0 есебімен жеңіліп қалды. Ювентус осы маусымның 9 ойынның тек 2-інде жеңіске жеткен. Туриндіктер қазір 9-шы орында тұр. Бас бапкер Массимилиано Алегридің сұхбатына сүйенсек, Ювентусқа басты кедергі ол жарақат алып қалған ойыншылар. Мен шын жүректен Ювентус жанкүйерлеріне Алегридің жұмыстан қуылғанын тілеймін. Егер ештеңе өзгермей осылай жалғаса берсе, туриндіктер А сериясынан ұшып кетулері де әбден мүмкін. Месси мен Неймардың керемет дуэті ПСЖ-ға Лионды жеңіп 3 ұпай алып келуге көмектесті. Ойынның 5-ші минутында Неймар нәтижелі пас берді, ал Месси пасты голға айналдырды. Мбаппе бұған қуанбайтыны анық. Өткен маусымда Килиан жұлдыз еді және барлығы француз үшін ойнауға тырысқан. Ал бұл маусымның жұлдызы Неймар. Егер бұл үшеуі ұрыспай бір-біріне пас бере алатын болса, онда ПСЖ-да Чемпиондар лигасына таласуға мүмкіндік бар. Ла Лига ойындарының ішіндегі Реал Мадрид пен Атлетиконың ойыны қызық өтті. Ең басты қызық ол Винисиустың биі. Бұған дейін Атлетико ойыншылары бразилиялықтың ойын күлкі қылған. Бірақ Винисиусты бүкіл әлем қолдады. Бірінші голды Родриго салып, бұрышқа барып Винисиусты күтті. Винисиус келген соң екеуі қосылып биледі. Бұл Атлетико жанкүйерлеріне де ойыншыларға да ұнамаған көрінеді. Трибунадан қолдағының бәрі ұшып жатты. Ойыншылардың барлығы төбелесуге дайын болды. Атлетикодан Марио Эрмос қызыл қағазбен ойыннан қуылды. Ал Винисиус өзін өте жаман қырынан көрсетті. Ол өте көп симуляция жасап, Атлетико ойыншыларын ашуландыруға тырысты. Жанкүйерлер Винисиусқа доп тиген сайын ысқырумен болды. Ал Атлетико ойыншылары бразилиялықты барынша құлатуға тырысты. Қысқасын айтқанда ойын өте қызық өтті. Егер сіз бұл ойынды көрген болсаңыз, Винисиустың қалаға жайлы ойыңызды жазып кетіңіз. Және УЕФА-да болуы мүмкін өзгерістерге қалай қарайсыз? Мен үшін бұл өте қызықты. Видео ұнаса лайк басып, және видеоларды өткізіп алмау үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.